Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve mevlana Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli bawırlar. Allah Tağala'nın kalauымен sarf pәнін үйренуді жалғастырамыз. Бүгін 4-ші сабақ Ад-Дарсур Раби' етістік фи'ли. Bismillahirrahmanirrahim. Етістік 3 түрге бөлінеді. Өткен шақ етістігін араб тілінде мади деп атайды. Осы шақ етістігін мудари деп атайды, және де бұйрық рай әмір. Өткен шақ етістігі фи'л мади. Жалпы араб тілінде шақ үшеу болады. Өткен шақ, осы шақ, сосын бұйрық рай. Yani болашақ, келер шақ қайда десеңіздер, яғни негізі бізде қазақ тілінде өткен шақ, осы шақ, келер шақ қой. Араб тілінде өткен шақ, осы шақ және де бұйрық рай бар да. Келер шақ қайда десеңіздер, араб тілінде мудари деген осы шақ пен келер шақ екеуін бірдей айтылады. Мысалға жазып жатыр немесе жазады. Екеуі де бірдей айтылады. Яктубу дейді мысалы. Жазып жатыр мен жазады араб тілінде бірдей болады. Ол қазіргі уақытта айтып жатыр ма, келер шақта айтып жатыр ма, оны сөз барысынан білесіз. Немесе кей кезде сә немесе сәуфа деген әріптер сөздері қосу арқылы, жалғаулар қосу арқылы болашақты білдіреді. Мысалы саяктубу десе жазады, біраздан кейін жазады, немесе сәуфа яктуб мысалы біраздан кейін жазады деп солай бөледі кей кезде. Кей кезде олай да бөлмейді. Жалпы сөз барысынан ажыратып аласыздар. Негізінде ешқандай қиындығы жоқ. Егер мағынасын білсеңіздер. Ары қарай өткен шақ етістігі фи'л мади іс-әрекеттің айтылған уақыттан бұрын, яғни өткен шақта болғандығын білдіреді. Енді түсінікті ғой ол, кәдімгідей логичный түсінікті. Өткен шақ деген, фи'л мади деген, яғни өткен шақ етістігі деген, сіз істеген әрекеттің сіз айтқан уақыттан бұрын істелінгенін білдіреді. Мысалға да, мен жаздым десем. Сол жаздым деп айтпай тұрып, жазып қойғанымды білдіреді ол сол сөзін. Мысалы мен базарға бардым десем, мен уже барып қойғандығымды білдіреді да. Бардым деген, сол бардым деген сөзді айтпай тұрып, іс-әрекеттің болғанын білдіреді. Фи'л мади деп осыны айтып тұр. Өткен шақ етістігінің іс-әрекеттерінің орындалуына қарай, жақ қосымшалары 14 түрде түрленеді дейді. Жазды етістігінің түрленуі 14 түрде түрленеді деген қорқып кетпеңіздер. Ойбай 14 түрде қалай болады деп ше? Өткен шақтың 14 түрі бар ма деп. Ол олай емес. Сіздер ойлағандай зат емес, қиын емес. Мысалға, қазір түсіндіреді. Жазды етістігінің түрленуі. Қараңыздар. Жақтар, яғни жақтар деген ғаиб деген үшінші жақ, мен, сен, ол деген жақтар бар қазақ тілінде. Мен, сен, ол. Сондықтан сол сияқты ғаиб деген ол деген, яғни жоқ адамды айтады да. Ғаиб ол жазады, ол жазып жатыр, ол жазады деген сияқты. Мұхатаб деген Мұхатаб деген жаңағы сіздің алдыңызда қарама-қарсы тұрған айтады. Сен деген. Сен жазасың, сен екеуің жазасың, сендер жазасыңдар деген сияқты. Мутакаллим деген сөйлеуші адамның өзі. Мен жазамын немесе біздер, мен немесе біздер. Жақтар түсінікті. Джинс, тегі, тегі. Музаккар деген ертегі, муаннас, әйел тегі. Музаккар ертегі, муаннас, әйел тегі. Яқта музаккар мен муаннас әйел тегінде де, ертегінде де мутакаллим және сөйлеуші бірдей болады. Яғни әйел тегінде де, ертегінде де мен деген бірдей болады. Яғни мен жаздым деген, өткен шақ қана. Мен жаздым деген қыздарда, ұлдарда бірдей айтылады, кәтәбту деп. Біз жаздық дегенде дәл солай әйел тегі болсын, ертегі болсын бірдей айтылады, кәтәбнә деп. Қазір мына жерде бәрін түсіндіріп беремін. Муфрат деген бірлік, жекеше, мысалы. Мына қараңыз. Былай айта берейік. Ғайып, ол ертегінде жазды бір адамда. Яғни сіз сөз барысында ол жазды деп қалай айтасыз? Ол жазып қойды, жазып қойған. Ол жазды деп қалай айтасыз? Кәтәбә болады. Яғни ол жазды деген өткен шақта кәтәбә болады. Мына жерде жалпы жазды деген етістіктің түрленулері ғой. Ол екеуі жазды қалай болады? Кәтәбә деп созасыз. Ол екеуі жазды деген кәтәбә деп созылады. Олар жазды деп айтқыңыз келсе, араб тілінде, жалпы араб тілінде
келіп біреуге олар жазып қойды, олар жазды деп өткен шақта айтқыңыз келсе, ертегінде, яғни кәтәбу болады. Мынау бәрі ертегінде. Мынау міне ертегінде. Муаннас енді әйел тегінде. Әйел тегінде ол қыз жазды деп, ол қыз жазды өткен шақта қалай айтасыз? Кәтәбәт. Дәл осының кәтәбаның орнына қараәні қосып жіберсеңіз, қараәт болады. Қараәт, ол қыз оқыды. Хараджат, ол қыз шығып кетті. Дәхалет, ол қыз кірді сыныпқа мысалға да. Енді ол қыз жазды. Кәтәбәтә екілік формасы. Ол екі қыз жазды деп қалай айтасыз? Ол екі қыз жазды деп өткен шақта қалай айтасыз? Кәтәбә емес, ертегіндегідей. Бұл әйел тегінде кәтәбәтә болады. Кәтәбәтә. Кәтәбәтә. Олар қыздар жазды. Олар қыздар жама, яғни көпше түрі. Көпше түрде жаммум деп қойған, негізі соңында айн болу керек, жама. Жігіттер өз жазған, сондықтан қателесіп тұрған. Олар қыздар жазды деген қалай болады? Кәтәбна. Кәтәбна. Хунна кәтәбна. Олар жазды. Олар жазды. Ары қарай мұхатаб. Мұхатаб деген сіздің көз алдыңызда тұрған, яғни қазір сен деген сөз. Бетпе-бет сізбен сөйлесіп тұрған адам. Бетпе-бет сізбен сөйлесіп тұрған адам мұхатаб деп аталады. Енді мұхатабтың, яғни мұхатабтың ертегінде жекеше адамға, яғни ер жігітке, ер кісіге сен жазып қойдың, немесе сен жаздың деп өткен шақта қалай айтасыз? Кәтәбтә. Кәтәбтә. Сен екеуің екі адамға, сен екеуің жазып қойдыңдар деген қалай болады? Кәтәбтума. Сендер жаздыңдар, кәтәбтум. Араб тілінде мынандай да, бір адамға сен жаздың дейді, екі адамға, то есть бір адамға кәтәбтә дейді, жазып қойдың, екі адамға кәтәбтума, сен екеуің жазып қойдың, жаздыңдар. Үш адамнан көп болса, яғни үштен бастап ары қарай, яғни үштен бастап 4 болсын, 5 болсын, қанша болсын, миллион болсын, миллиард болсын, үштен бастап жоғары қарай сендер болып кетеді уже. Кәтәбтум болады. Сендер жаздыңдар. Екі адам болса, екі адамға араб тілінде сендер деп айтылмайды. Екі адамға араб тілінде сен екеуің деп, оларға бөлек етістіктің формасы бар да. Кәтәбтума. Сен екеуің жаздың, кәтәбтума. Әйел тегінде сен қыз жаздың деген әйел тегінде қалай болады? Өткен шақта кәтәбти болады. Әнти кәтәбти. Сен қыз жаздың. Кәтәбти. Өткен шақта. Сен екі қыз жазып қойдыңдар өткен шақта. Кәтәбтума. Сендер қыздар жаздыңдар. Кәтәбтун. Кәтәбтунна. Енді мен деген кезде әйел тегінде де, ер тегінде де бірдей болады. Мен жаздым деген қызда, ұлда айтады кәтәбту дейді. Сіз қыз болсаңыз да, ұл болсаңыз да, мен жаздым деп айтқыңыз келсе, кәтәбту болады. Немесе біздер жаздық деп айтқыңыз келсе, ерлерде, әйелдерде кәтәбнә болады. Кәтәбнә деп созасыз. Енді кәтәбә деген етістің орнына кез келген етістікті қойға болады да. Қараәні қойсаңыз, ол жазды, ол оқыды, қараә. Ол екеу оқыды, қараә. Олар оқыды, қарау болады. Ол қыз оқыды, қараәт. Ол екі қыз оқыды, қараәтә. Олар қыздар оқыды, қараәнә. Сен оқыдың ертегінде, қараәтә. Сен екеуің оқыдың, қараәтума. Сендер оқыдыңдар, қараәтум. Қараәтум. Сол сияқты ғой. Ары қарай қойып кете бересіздер, дәл осылай. Жарайды, ары қарай өтейік. Қазақ тіліне аударғанда бұлай болады дейді. Жарайды, қазақ тіліне аударғанда бұлай болады. Үшінші жақ ғайып. Ғайып деген үшінші жақ. Музаккар ертегі, муаннас әйел тегі, кәтәбә ол жазды, кәтәбәт ол жазды әйел тегінде. Ертегінде айтып шайықшыны. Музаккар ертегінде кәтәбә ол жазды, кәтәбә екеуі жазды, кәтәбу олар жазды. Әйел тегінде ғайып, үшінші жақ әйел тегінде, яғни ол әйел жазды деген, ол қыз жазды, кәтәбәт. Ол екі қыз жазды, кәтәбәтә. Олар қыздар жазды, олар жазды, яғни қыздар әйел тегінде, кәтәбнә. Жақсы. Екінші жақ мұхатаб, яғни екінші жақ мұхатаб сені. Екінші жақ мұхатаб сен. Ертегінде, музаккар ертегінде сен жаздың, кәтәбтә болады. Ертегінде кәтәбтума
сен екеуің жаздыңдар ертегінде. Кәтәбтум ертегінде сендер жаздыңдар. Сендер жаздыңдар кәтәбтум ертегінде. Түсінікті? Енді әйел тегінде муаннас, әйел тегінде сен қыз жаздың деген қалай болады? Кәтәбти болады. Сен екі қыз жаздың. Кәтәбтума. Сендер қыздар жаздыңдар. Сендер қыздар жаздыңдар. Кәтәбтунна болады. Бұл екінші жақта. Наларға орнына, кәтәбаның орнына кез келген есті қойып осылай айтып болады. Окончаниялары соңғылары бірдей болады. Ти, тума, тунна, та, тума, тум деген бәрі бірдей болады. Енді бірінші жақ мутакаллим, яғни мен. Қазақ тілінде мен, сен, ол үш жақ бар ғой. Мен, сен, ол. Араб тілінде мутакаллим, мухатаб және де ғайып болып осылай айтылады. Музаккар уа муаннас. Екеуі музаккар муаннаса екеуі бірдей болады. Зә сақау болу керек. Мына жерде жігіттер қателескен. Зә музаккар муаннас. Ел тегінде де, ер тегінде де, әйел тегінде де араб тілінде бірдей болады. Кәтәбна біз жаздық. Әйелдерде, еркектерде кәтәбна дейді, біз жаздық дегеніңізде. Мен болса кәтәбту болады. Екеуі де бірдей болады. Сондықтан құрметті бауырлар, түсінікті болды деп ойлаймын. Төртінші сабағымыздың бірінші бөлімі, ертең төртінші сабағымыздың екінші бөлімін, яғни фи'лул мудари, осы шақ етістігін өтетін боламыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Құрметті бауырлар, каналымыздың дамуына атсалысыңыздар, үлес қосыңыздар. Сабақтарымызды барынша репост жасаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, барынша тіркеліңіздер. Және де сабақтарымызды аударма болсын, осындай сабақтарымыз болсын, жалпы WhatsApp-тағы жамағаттарға тарқатып жүріңіздер. Бұның барлығы сіз тарқатсаңыз сізге де сауап болады, өйткені сіз жақсылықты тарқатып жатсыз. Жақсы сауапты істі тарқатып жатсыз. Шариғи сабақтарды, шариғи білімді, яғни тарқатып жатсыз. Оның өзі сауап. Сондай-ақ каналымыздың дамуына қаржылай атсалсамыз десеңіздер, көмектесем десеңіздер, әр сабағымыздың астына біздер карточкамыздың реквизиттерін, нөмірлерімізді, Каспий Голд карточкамызды жазып қалдырамыз. Жақсы істе бірге болайық иншалла. Алла тағала сізбен бізге пайдалы білім берсін. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.